Осы сендер ауылда асфальт, тротуар деген мүлдем білмейтін сияқтысыңдар ғой. Иә, осы менің ауылым. Біздің ауылға қош келдің. Жұрттың балалары отбасы құрып немере сүйдіріп жатыр. Ал біздің жүрісіміз мынау. Мен достармен таныс қой. Жомарт. Динара, танысқаныма қуаныштымын. Арманым орындалды. Тұрмысқа шықтым де, қызық болады. Фу, бетәрмен. Мен ауылға тұрмысқа шықпаймын. Бәстесейік, үйленсең, менің әйелім босанғанда ұлымның атын Жомарт деп қоям. Ай, айтқаным, қайтпайсың, ә? Себебі ол жоқ. Оны өзім де таппай жүрмін. Менің ханзадам, қайдасың? Бәлкім қасында келе жатқан шығар. Мәселе бұлай, мен үйленуім керек. Саспа бауырым. Бір амалын табармыз. Динара, ертең жігіттер сенің құрметіңе бастаңғы жасайын деп жатыр. Бастаңғы? Біз сонда қайда барамыз? Тауға барамыз. Қызық болады. Мам, бүгін кешке келін келіп қалуы мүмкін. Дайындалыңыздар. Қуат бізге көрсетем деген тосын сыйың қайда? Алып қашу операциясы. Келін келе жатыр. Иә, отыратын шығар. Жақсы болса болды. Иә. Келетін шығар. Кіргізіңдер үйге. О, Ромео, су жөндеп шашайшы, аулаң шаңы басыңа көтерме. Ассалаумағалейкум аға. Ал, келін құтты болсын. Қойшей, бала ұқса бірдеңе білдірмесін жамайсыңдар. Омжан білдірмей жасауға болмай ма? Сонда мен айтуым керек. Осы кістің мінезін түсінбей. Алматының ауа райы сияқты құбылмалы, иә? Біздің әке ән ұлы сияқты. Түсінбедім. Зерттелмеген. Жарайды оны қоя берші. Не болып жатыр? Динараны көндірдік. Айтпақшы сен жеңілдің. Білем. Қуат айтпайды. Айтса айтқаннан қайтпайды. Қорықпашы, уәдемді орындаймын. Бірақ Динара менімен сөйлескісі келмей отыр. Ренжіп отыр. Ештеңе етпейді. Басында жаныңды жейді. Кейін жаным дейді. Айтпақшы, хабар жібердіңдер ме? Ой, хабаршылар кеткелі қашан? Қуғыншылар келе жатыр. Не болар екен енді? Мен несін ойымдайсың? Ауылдың психолог апалары аман болсын. Шешілмейтін тейін жоқ. Иә, шешілмейтін тейін жоқ. Дастан, бас шыдаусын. Өзінің зығырданым қайнап келе жатса. Менің қызымды ұрлап, соттатамын. Көрсетемін оларға. Жағдай жоқ, бейшаралар шығар. Үрерге иті сығарға биті жоқ.
менің қызыма көзін салып қойды. Алматыдан шыққанымызға 2 сағат болды. Жүргеніміз 100 шақырым жол. Осы қыз Қаракемер деген ауылда не істеп жүр? Анау Құралай деген құрбысы шақырған. Ауылға барамыз, дем алам деген өзі ғой. Жүрегім сезбеді. Жібергім келмеген. Бекер жіберген екен. Қыз бен қойдың жүрмейтін жері жоқ. Қазір жетейін, шашын жұлып қолына беремін. Мен қызымды ауылға байға беру үшін өсіріппін бе? Тез етсейші. Мына есек арбамен ерте жетеміз ғой. Мен сенімен ешқайда бармайым. Сен не айтсаң да маған бәрібір. Сосын боске менің қатысым жоқ, түсін. Бірақ та саған орамал жарасады екен. Құралай. Жарайды, сөйлемеймін. Жомарт жігіттің жігіті. Ауылдық қыздардың да арманы. Құрбым, бақытыңды бағалай біл. Қойын, жылама. Армандарым орындалмайтын болды. Әлем, шопинг, саяхат. Көріп тұрсың, жағдайлар жаман емес. Арманың әлі орындалады. Қош келдіңіздер, қадірлі қонақтар. Төрлі етіңіздер. Шаршамай жеттіңіздер ме? Қызым қайда? Көрсетіңдер. Ашуланба қарғам. Қызың аман. Үйге кір, жолдан келдіңдер. Шаршадыңдар ғой. Төрлі етіңдер. Үйге кіріңіз, үйге. Үйге кіріңдер. Үйге кіріңдер. Үйге кіріңіздер. Қыз үйде. Жүріңіздер. Үйге кіріңдер. Төрлі етіңдер. Жүріңіздер үйге. Менің қызымды алып, көңілің жайланды ма? Қолын сұрап келсең, той жасап беретін жағдайымыз бар еді. Енді бізден бір ағаттық кетті. Айыпқа бұйырмаңыз. Қыз бен ұлдың арқасында туыс боп қалайық. Динара жанды келін емес, қызымыздай көреміз. Дұрыс, әрине. Енді бізде қара табан, қара жаяу емеспіз. Бала солай қалады, солай жасадық. Менің қызым қызыл дипломмен бітірген. О не дегеніңіз, барлық кінәмізді жақсылап жуып шаямыз ғой. Менің қызым қаланың қызы, шет елді аралап жүрген қыз. Барлық жағдайы жасалған. Ол ауылда қалғысы келмейді. Сол да сөз боп па? Біздің балада қаладан оқыған. Әзірге бізде қартайып тұрған жоқпыз. Балаларды ұстамаймыз, ел араласын, көрсін, білсін, үй әпереміз. Мына дүниенің бәрін осы балалар үшін жинадық қой. Отағасы, солай ма? Дұрыс. Динара мен Жомарт қаласа, қалада тұрсын. Қарсы емеспіз. Жастардың қалауы сол болса. Соңғы сөзді қызыма берейік. Қаласың ба? Жоқ әлде кетесің бе? Динара, не бар мұнда саған? Жүр, кеттік. Жоқ, қалам. Жастар таңдауын жасады. Бұдан артық не керек? Қысқасы, құдағи, қош келдіңіз. Жастар бақытты болсын, той боласын. Ой, құдағи, Жастар өмірлі той құтты болсын. Құдағи. Құдағи жорысын болды ғой. Өмірлі болсын. Алла. Бұл қашан бітеді? Мен осы үшті сыпыру үшін тудым ба? Тойға барардай барыңды киіп алыпсың. Мына сыпыртқы неге жатыр? Олай емес, былай. Міне, былай. Қара дұрыстап. Мә. Кезінде бізге ешкім үйреткен жоқ болатын. Істегенің өзіңе жақсы. Сосын шай әзірле. Көп кешікпей ішке кір.
Алло, Ернар Ақылбекұлы? Иә. Маусымдық есеп? Өткіздім ғой. Қалайша дұрыс емес? Мүмкін әзілдеп тұрған шығарсыз? Кешіріңіз, түсіндім. Қазір барам. Қуат қалайсың? Жаман. Соға түскен балапандай жүнің жығылып қалыпты ғой. Басты қанды ішті. Не анау дұрыс емес, не мынау дұрыс емес. Қағаз толтыру аяқтала ма жоқ па? Компьютердің алдында отырып қартаятын болдық қой. Болды енді ашуланба. Қош. Айтпақшы, жұбайың жеңілденді ме? Перзентханада. Оған баратын мұрша жоқ. Айтпақшы, жұмысқа кешігіп келетін болыпсың ғой. Сол өгізге туған күн бұзауға да туады деген рас екен. Солай. Алло, Динара тыңдап тұр ме? Мен жұмыстамын, кешке барам. Түскі асқа бара алмаймын. Жоқ, қызықсың, қалай кетіп қалам, жұмысқа енді ғана келдім. Жақсы. Қызығы, күніне осы рет қоңыр шалады, саған да солай ма? Рахат өмір бітті, бұзау. Сен маған көмектесші. Маусымдық есепті бірге жазбасақ үлгеретін тұрым жоқ. Шаршап кеттім. Қуат, негізі саған Құдай тілді берген, бірақ басты бермеген. Кішкене сөзіңді қысқартып, оны басыңа жалғаса, әжептәуір жігітсің негізі. Кетші, ашуыма тиме. Динара, анаң саған ештеңе үйретпеген ба? Бұл әбден ашқан қамырды баппен жасау керек. Міне, жай аласыңдағы, шетінен оқтамен жаясың. Пышақпен жұқалап кесесің. Қиын емес, көрші ме? Мам, қазір үйреніп алам. Былай қоя. Бәрін емес, қамырдың шетінен баста. Онда тұрған не бар? Бәрібір бауырсақ жасаймыз ғой. Динара, баппен жасау керек, баппен жасау керек. Былай, міне, қиын емес. Мына қыздың жаны тәттісін-ай, қорықпа, жақын тұр. Лақтырмай, жайлап сал. Мам, келіңіз. Келіңіз. Не мынау? Селфи. Көрсін мен қандай келін екенімді. Чиз. Ой, сен де селпілдетіп селпілдегенше үй шаруасын жасасайшы. Тұрма, қара, қазір бауырсағың күйеді. Ой, ұмытып кетіп ғой. Кешіріңіз, мам. Бибі, қашан тамақ ішеміз? Күте-күте шашымыз ағаратын болды. Ағарсын. Қартайғың келмеді, ә? Қазір, дайын болады. Кейін ал, қол ұзарды ма десем. Ай, Күлпаш, ана келінді әбден еркелетіп жіберген. Қалай болса, солай киінеді. Басында бұлай ұстамағансың, болден бой бермейді ол. Әй, Күлпаш, келін болып келгенде киімін көрдің бе? Қып-қысқа ұялғанымдай. Жомарт жап-жақсақ жігіт еді ғой. Сонда келіндерінің жолы болғыш келеді. Әй, ол келін үйде түк те істемейді. Аула сыпырғанын көрсең, ой, күлкің келеді. Солай ау деймін. Динара, жүр. Шелегіңді ал да, сердің оң жағына кел. Қорықпа. Мам, қорқам. Қорықпа, жақында мына жерге. Кел. Мам, мына төртеуіне салам ба? Сенде. Күнде көріп жүрген, күнде келіп жүрген сер емес пе? Динозавр көргендей, сенде. Жайлап, желін, жайлаптар. Күшім жетпейді, қап қатты. Қане. Саусағыңды сүтке батырдағы, кезек-кезек сау. Жайлаптар, міне, осылай. Мәссаған, менің де қолымнан келеді екен ғой. Тоқтама, жалғастыра бер.
Ауылдың аруы болсын, жарайсың. Түү, Жомарт, шаршап кеттім. Шаршама. Мен сені жақсы көрем, бәрі жақсы болады. Жомарт, қалаға қайтайықшы. Мен ауылда тұрғым келмейді. Қазір емес енді. Енді қашан? Уәдең қайда? Үйленген соң қалаға барып тұрамыз дегенсің. Оны мама да, папа да біледі. Жан, тезірек қайтайықшы. Кейін сөйлесеміз. Мен киімді ауыстырып алайын, сен тамағыңды әзірлей бер. Жарай ма? Жарайды. Сабыр, Динара. Сабыр. Балам, тұрдың ба? Кел, отыр шайыңды іш. Қалғандар қайда ма? Әкем жаңа ғана жұмысқа кетті. Келін ұйықтап жатыр әлі. Қалайша бағана ғана оятып едім ғой оны? Отыр, шайыңды іш. Жұмыстан кешіп қаларсың. Оятпа. Ақылы болса оянар. Мама, айтыңызшы, келініңізге көңіліңіз толмай жүр ме? Балам, сенің үйленгеніңді көптен күткем. Асыға күткем. Бірақ та осындай келін алам деп армандаған жоқпын. Шын. Жақсы енді, мам. Жаспыз ғой, бірте-бірте жақсарып кетер. Айта-айта шаршадым. Бізді қойшы. Мына сен ойлап, шайыңды беріп, бабыңды таппай ма? Ауылдың қызы құрып қалғандай. Сен де бір қаланың ақ саусағына есің ау. Мама, неге олай сөйлейсіз? Мен оны сүйем. Түсінесіз бе? Саған жаным ашиды. Айтсам шешеңмін. Махаббатшылын өзін. Қанша айтам? Сезіммен емес, ақылмен жақсы көру керек. Оларға ақыл айтсаң да жақпайсың. Досым Сүйінші. Сүйінші қазір айта бер. Мен тағы әке болдым өмірге. Жомарт кел. Түсінесің бе, Жомарт? Азамат, жарайсың. Мә, мына саған Сүйіншіңе. Қалай қуанып тұрғанды білсең ғой. Көрдің бе? Өдеме тұрдым. Сендей досы бар, менде арман жоқ. Керемет. Не істеп тұрсың? Бара бер, мен бастыққа өзім айтам ғой. Бара берейін бе? Бара бер. Рахмет, айтпақшы, кешке келіңдер, күтем. Динараны ала кел. Жарай ма? Жақсы. Тойлаймыз әлі. Той алда, досым. Алло, жаным. Иә, үйдемін. Қазір үйді тазалап жатырмын. Дәл қазір ма? Түү, неге ертерек айтпайсың? Жарайды, келе бер. Мам, біз Қуаттың үйіне барып келеміз. Келген соң қалған жұмысты бітіре салам. Не бар екен оның үйінде? Қуаттың әйелі перзентханадан шығады екен. Соған барамыз. Қазір келіп келейін. Бір жұмыстың аяғынан шықпай. Кете беріңдер. Өзім ақ істеймін. Сендерге күнімді қаратпасын. Не болды? Мам, пап, қалайсыздар? Мен аман, шешең жаман. Динара, дайынсың ба, тез шығайық? Дайынмын. Қазір ерінді бояп алайын. Көлікте бояйсың. Не мынау киім? Ұзын көйлек табылмады ма? Елден ұят тіпті. Бос, тез шығайықшы. Бейбі, саған не болған? Жап-жас қызға соншалық тұрсаның не? Ұрыссам, тәрбиелеп жатырмын оны. Бейбі, балаңды үйлендіре алмай қиналып жүрген сәтті ұмыттың ба? Байқа тәубеңе жаңылайын депсің. Қойшы, болды. Сөйлеме маған. Бұдан кейін бұл мінезін көрмейтін болайын. Түсіндің бе? Келімен керісуші болма. Бала үшін бәріне көнуіміз керек. Жомарт, көрдің әне? Күнде солай. Мен ауылда тұра алмайым, түсінесің бе? Динара, тағы бастадың ба сен? Онда басын ашып алайық. Біз қалаға кетеміз бе, жоқ па? Мен бармаймын ешқайда. Неге? Ата-анамды тастап, қалада жалғыз телміріп жүргім келмейді. Олар сенеді маған.
әке шешем тастамаймын. Онда таңда не әке шешең, не мен. Неден келіп тұрсың? Қалаға бармасақ, бөлек шықпасаң, мен кетем. Бұл үйде шыдай алмайым, Жомарт. Бармайсың ешқайда. Барам, өзім білем. Сен мені тыңдамайды екенсің, мен де сені тыңдамайым. Қой демес саған болды. Қоймайым, өзім білем. Жомарт, қайда бара жатырсың? Үйге. Заттарың жина, қалма жолынан баратын жерге. Жомарт, мен кетем. Бірақ есіңде болсын, қайтып келмеймін. Мен баш бар. Рахмет бәріне. Мен шығарып салмай-ақ қой. Енді көрмегенім сен болсын. Отыр енді ауылда шоқиым. Динара, мүмкін ойланарсың. Асық шешім қабылдап қайтесің. Ренжімеңіз, мен ойландым. Жақсы келін бола алмасам, кешіріңіз. Жақсы келін табуыңызға тілектеспін. Өмірімді тасталған еткен үшін шек көрем сен. Жалғыз тастап кеткен үшін саған өкпелімін. Жас жанымды жылап, көңілім құлазып, жалғыз кетіп барам, жалғыз. Бәлкім, сені таңдауыңда дұрыс шығар. Ал мен ол шешімге көнуім келмейді. Кешір мен сені ұмытпаймын. Сен ата-анаңа керексің. Ал сен маған. Мен сені ұмытуға тиіспін. Қарындас қалағыма. Мен сені сүйем. Балам, сен жылап отырсың ба? Жігіт емессің бе? Сен де борда езіліп, саған әйел табылады. Маңдайынан шертіп жүріп таңдаймыз. Біз оны қуған жоқпыз. Өзі кетті. Не істейміз? Құлыным,
Саған ризамын. Бір әйелдің соңынан кеткен жоқсың. Ата-анасынан безіп жүргендер қаншама? Болды? Осы ма керегі? Арманыңызға жеттіңіз. Маған енді ешкімді керек емес. Мен ешқашан үйленбеймін. Түсіндіңіз бе? Маған қыз іздеп әуре болмай қойыңыздар. Тақиялы періштенің дәурені өткен. Өмір өтеді. Ашу тарқайды. Жара жазылады. Енді Динара жаман келін болған жоқ. Мүмкін менің де қаталдығым шығар. Өзі келін болып көнгісі келмеді. Не істеймін енді? Балам, жүр, тамақ ішейік. Әкең күтіп қалды. Жоқ, тәбетім жоқ. Сендердің баптарыңды таппай өтетін шығармын. Динар, сен ешқайда бармайсың. Келінің құтылып, несе жесіп отырсың? Амантай, оны ешкім қуған жоқ. Өзі кетті. Біреудің әлпештеп отырған қызын қор қылып. Ақыл айтып алып қалуға болмады ма? А? Ертең ел жұртқа не бетіңмен қарайсың? Жалғыз келінді қорғай алмай. Енді сен шықтың ба? Отыр осы үйде, төрт қабырға омал. Анда балаң жаты санау, нәрсізбей қасарысып. Сен де ана дейді. Жақсы болсаң, жұбатпайсың ба? Ана бала қайда кетті? Мен сені ешкімге бермеймін. Мен де сені ешқашан тастамаймын. Қазіргі жастар ұят дегенді білмейді. Мына келінге не болған? Күн одан көргендерін істейді ғой, қазіргілерде сана бар ма? Өліп өшіп, не болды сонша? Әй, не істесе сол істесін. Әйтеуір бақытты болсыншы. Бізге не керек сол? Соны айтам. Бірақ қазақ қызына тән ба бұл?